Сәлем достар, бүгінгі біздің арнамда менің екі подружкам Аружан, сосын Айзат. Бүгін біз жаңа жылға орай жиналып, осы жылдың 2025 жылдың қорытындысын жасап, 2026 жылда не күтетініміз туралы айтамыз. Мен бастайын, 2025 жыл өте ерекше жыл болды. Мен бұл жылда ең бірінші рет ораза ұстап көрдім. Сосын бұл маған ұнады өте. 2025 жыл көп тәжірибе алып келді. Оқу үлгерімім жақсарды десек болады, немесе оқу орнымыздағы апайлар жұмсарды. Сол. Аружан, сен үшін? 2025 па? 2025 күшті жыл болды. Артық адамдарсыз өткен жыл болды. Біріншіден чистой андай келіп кететіндер келген жоқ өміріме кәдімгідей міні қалады осыдан кейін. Тағы не болды 2025? 2025 біраз зат болды. Әдеттегідей 2023-тен бері келе жатқан состав өзгермей қалған. Өзгермейтін мен, өзгермейтін состав, және де біздің сүйікті оқу орнымыз бен бізге жылы адамдар өзгермей қалған. Және мен осы адамдардың 2025-ке алып кетемін. 2026-ға алып кетемін. 2025-те қалғандар қала беріңдер. Болды. 2025 бұл өте берекелі жыл болды мен үшін. Мен өзімді тапқан жыл болды. Тіпті өзім үшін тәтелермен шетелге шыққанның өзі мен үшін жаңа бастама болды. 2025-те мен құладым да, жыладым да, бірақ мен үшін сонда да бір ыстық жылы естеліктері бар жыл болды. Сондықтан 2025-ке өкпем жоқ, тек алғыс айтамын. Рахмет. Ал енді 2026 Құдай қаласа берекелі, табысты мол жыл болсын. Және 2026 жылы біз 4-ші курсқа аяқ басамыз. Сол 4-ші курсты ойдағыдай, ойымыздағы жоспарлардағыдай сай қылып барлығын бітіреміз деген ойдамын. Және алдағы уақытта бізді жақсы, жаңа және бір білікті адамдармен таныстырып, ортамыз жаңарып, ортамыз толығып, жаңа осындай қадамдарды алып келеді деген ойдамын. Мен 2026-тың 3-те 5-тен жоғары GPA мен педагог мәртебесі деген сертификат күтемін. Барлығын тексерген сияқтымын. 2026-да бұйырса барлықтарына берекелі жыл болсын, бір Қазақстан үшін де бір мерекелі жыл болсыншы. Біз үшін де жаңағыдай осы педагогикалық жолдың уже соңғы кезеңіне таяп қалдық қой, соңғы курсымызда 2026-да. Сондықтан 2026 біз үшін тек қуанышқа толы болсын деймін. Сол. Барлығына сәттілік. Болды.